Ассалаумағалейкум, ең құрметті көрермендерім. Қалайсыздар? Бүгін сіздерге өзімнің балапандарын көрсететін боламын. Бұл балапандарға 40 күн болды. Бұнда әділер мен кучин балапандары бар. Екеуін өткенде ютубқа салған болатын. Әділер жақсы ма, кучин жақсы ма деп. Көбі әділер таңдаған екен. Сол себепті біздер әділер балапанын алдағы уақытта көбейтетін боламыз. Мен де өзім әділерді көбейткім келіп тұр. Неге десеңіздер, әділер балапандар кучинге қарағанда жақсы өсіп келе жатыр. Өздеріңіз көріп отқан шығарсыздар, кучиндер кішкене слабыйлау болып тұр. Менде әділер балапандар тіпті жақсы өсіп келе жатыр. Бұларға қазір 40 күндік балапандар, бұлар ровно 40 күн болған. Өздеріңіз қалай ойлайсыздар? 40 күндік балапанға ұқсай ма, или одан кішкентай ма? Комментарияға міндетті түрде жазып кетіңіздер. Алдағы уақытта әділер балапандарын көбейтетін боламын. Бұлар енді маған пока екеуіне ұстай берем. Қайсысы ертең жұмыртқа туыппаса, қайсысы жақсы жұмыртқа береді, қайсысы жақсы береді. Кучиндерім жақсы жұмыртқа туыпса, кучиндерді алып боламын. Ал кучин дұрыс жұмыртқа бермей шамалы туыпса, онда кучиндер сатып жіберем де тек қана әділерді ұстайтын боламын. Менде қазір бұлардан бөлек индоутка мен қаз бар. Қазларым сыртта жүреді, индоуткаларым осы қораның ішінде жүр. Мен бұлардың суына марганцовка берем. Сосын 2-3 мезгіл жылы су берем. Марганцовканы бір мезгіл берем. Тек қана Куруца банкының өзінің үстіне өздері мініп алып, манағыдай лас аяқтары мініп түсіп, үстіне лас-лас қылып тастайды. Бұларға қазір сыртқа шығып жүр, есіктің алдына, қораның ішіне. Енді осы бройдердің алдына шығады. Кейде шықпайды, кейде шығады. Мен беріп жатқан жемдерім дробленка, ростты бір апта болды, рост бітіп кетті. Осы жемді беріп жүрмін. Енді алла бұйыртса рост әкеліп, ростпен бірге араластырып осы жемді беретін боламын. Сіздерде рост бітіп қалған жағдайда, рост азғантай қалған жағдайда осындай тауыққа беретін дробленка, балапандар дробленка жемді аласыздар да, ростпен араластырып, росттың құтақандай болса да ростпен араластырып беріп, мына жемге үйретіңіздер. Әйтпесе тауықтарыңыз ауырып қалады. Бір жемге үйреніп қалып, екінші жем жегенге олар ауырып қалады. Сол себепті менде рост бітіп кетті. Сол себепті осыны беріп жатырмын. Ертең рост әкеліп, ростпен араластырып беремін мына жемді. Содан кейін тауықтарым тағы да жақсы өседі деген ойдамын. Енді бұдан да үлкенірек болады деген ойдамын. Енді алдағы уақытта тағы да видеолар шығатын болады. Міндетті түрде каналдан алыстамаңыздар. Алдағы уақытта тағы да өзімнің инкубаторымнан балапандар шығады. Бұйыртса 7-8-іне қаратай оларды видеоға түсіріп сіздерге көрсететін боламын. Ол балапандарды сатып жіберейін ба, или өзіме алып қалайын ба, сіздер қалай ойлайсыздар? Оларда светлый браманың балапаны мен өзімнің домашний тауықтарым сіздер көрген солардың жұмыртқалары ғана бар. Онда сіздер қалай ойлайсыздар? Соларды алып қалайын ба, или сатып жіберейін ба? Комментарияға міндетті түрде жазып кетіңіздер. Өзім қарап отырамын комментарияны. Көптеген сұрақтар келіп жатыр. Алдағы уақытта базарларға барып, манағыдай тауық сататын базарларға барып, Орал қаласында тауықтардың бағасын біліп, жемнің бағасын білетін боламыз. Қазіргі таңда мен өзімнің қолым тимей жатыр. Алдағы уақытта жаз басталғанда ертең қолым тиеді. Кішкене болса да бір күнімді сіздерге қиып, видеоға түсіріп, сіздерге міндетті түрде көрсететін боламын. Алла бұйыртса, әзірге осы. Өздеріңіз көріп отқан шығарсыздар. Енді видеода әділер мен кучинді салыстырыңыздар. Қайсысы жақсы өсіп келе жатыр? Оны да комментарияға міндетті түрде жазып кетіңіздер. Өзім қарайтын боламын. Индоутка туралы, қаз туралы видео түсіргенімді қаласаңыздар, оны да тоже комментарияға міндетті түрде жазып кетіңіздер. Өзім қарайтын боламын. Әзірге видео осы. Каналдан алыстамаңыздар. Алдағы уақытта тағы да басқа да тауықтар келетін болады, индоуткалар келетін болады. Үйрек, қаз дегендер тағы да келетін болады, балапандары. Оларды сіздерге де міндетті түрде көрсететін боламын. Жемдерін көріп отырсыздар. Осы жемді беріп жатырмын қазір балапандарға.
ыдыстарын көріп отырсыздар, үстіне мініп алып тұра береді, тазалап қойсаң да. Сол себепті осылай тұр. Осы айтайын дегенім сіздерге. Тағы да сұрақтарыңыз болса комментарийға жазып кетіңіздер. Қолымнан келгенше сіздерге жауап беруге тырысамын. Әзірге қолым тимей жүр жұмыспен, анда-мында екі ортада жүргеннен кейін сіздерге видеоға түсіретінде қолым тимей жатыр. Тек тауықтардың келіп жемін беріп, суын беріп, сөйтіп істеп жүрмін. Бұларға да көп мән беріп жүрген жоқпын қазіргі таңда, шыны керек. Алдағы уақытта бәріне дұрыстап қарайтын боламыз. Әзірге жақсы, сау болыңыздар. Келесі кездескенше.